Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың соңғы реформалары Қазақстанды жаһанға жаңа қырынан танытып, елдің әлемдегі аренадағы абыройын арттырады. Еліміздегі ахуалды жіті бақылап отырған Еуропа сарапшылары осылай деді. Айтуларынша, Қазақстан президенті қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті жоюға басымдық беріп отыр. Сондай-ақ еуропалық саясаткерлер жемқорлықпен күрестің жаңа тәсілін енгізу, шенеуніктердің санын қысқарту сынды тың өзгерістер мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттырып, бұқараның билікке деген сенімін күшейтеді деген пікірде. Президент Тоқаев тың бастамаларды қолға алып, бейбіт процестерді жүзеге асыруды бастады. Соңғы мәлімдемесінде президент ел азаматтарының құқықтарына басымдық беретін қадап айтты. Бұл позитивті даму, оң қадам. Биліктегілер де халыққа берген бұрынғы уәделерін жүзеге асырып, міндеттерін тиісті деңгейде атқаруға тырысуда. Мұндай оң өзгерістерге қуаныштымыз. Қазақстан Еуропалық одақтың маңызды серіктесі. Сондықтан біз Қазақстан мен Еуропалық одақ қатынасының онан әрі нығаятына сенімдіміз. Президенттеріңіздің жасап жатқан жағымды өзгерістерін бақылап отырмын. 23 өзекті мәселені тізбектеп, оны шешу бойынша үкіметке нақты тапсырмалар бергеніне таң қалдым. Аймақтық саясатты, әкімшілік басқаруды ретке келтіру, қаржы, әлеуметтік, білім, әділет салаларындағы өршіл жоспарларды дамытудың жаңа тарауын ашты. Жемқорлықпен күрес, басқа да қарапайым халықтың игілігіне бағытталған жобалардың енді сәтті жүзеге асырылатынынан үміттіміз.